Осы 10 жылдың ішінде Қазақстан Республикасы медиацияны дамытқанда өте керемет дамытқан. Неге? Бүгін енді бәрі көрініп тұр. 11-ші жылы, 12-ші жылы қалай болғанын, бүгін енді дамығанына өте ризамыз. Неге дегенмен, осы медиация деген үлкен бір мүмкіндік беріп отыр халыққа. Көбі түсіне қоймайды әлі. Бірақ біздің президентіміз айтқаны дұрыс болды. Әлі мемлекет органдар барлығы да әлі дамытқан жоқ. Сонымен қазір бәрі кірісе бастады. Бүгін жаңадан азаматтық, процессуалдық, процедурный кодекс қабылданды. Ол енді тағы бір мүмкіндік. Қазір мемлекет органдарда енді қатыса алады сол медиацияға. Медиация не екенін айтардың алдында бірінші медиация не екенін түсіну керек. Бұл деген екі аумағы бар. Бүгін дауды шешетін екі аумағының біреуі жаңағы үйренген сот арқылы шешетін, дау сол сот арқылы шешіледі. Ал екінші аумағы ол деген медиация арқылы. Ол бір емес, бөлек нәрсе. Соны түсіну керек. Сонымен мынау медиация дегенде ол заңгерлер ғана шешетін мәселе емес. Бұл деген халықтың өзі шешеді. Неге? Бүгін енді халыққа не керек? Сот арқылы шешілетін болса, посредник керек, сол жаңағы заңгер ғой, қорғаушы. Соның арқылы шешілетін болса, неге олай шешеді? Ол деген заңды біледі. Ол деген жаңағы уақытты біледі. Қашан кімге қандай арыз беруге болатын. Сонымен соны білетін адамға жалынады. Ал мында медиацияда екі тарап өздері келіседі. Қарапай сөзімен қандай уақытта қалай келісуге болатын барлығын өздері ғана шеше алады. Міне бүгін осы Қазақстанда осындай нәтижеге келдік. Бүгін екі тарап сұрағын шешсе, дауын шешсе, қалай келісті, соны бекітті, содан кейін ол енді заң күшіне кіретін болыпты. Сонымен мында екі тарап өздері шешеді екен. Міне сондай мүмкіндігі бар. Бүгін енді біздің бірлігіміздің медиаторлары осы соңғы 6 жылдың ішінде 250 мың процедурада өткізді, шешілген сол даулар. Соған қосымша енді қоссақ халықаралық медиацияны өткізіпті. Ол халықаралық медиация деген естілмепті әлі бұрын осындай сөз. Бірақ мен айтайын, осы шетелден келген тараптар, шетелде жүрген азаматтар, олар енді біздің азаматтарымызбен бірге дауды шешіп келеді, онлайн өткізеді, бірақ сол дау солай шешіледі екен. Сонымен біз бүгін халықаралық сотпен, халықаралық арбитраж орталығымен жұмыс істейді екенбіз. Сонымен енді біздің халықтың мүмкіндігі көбейді. Бүгін енді ол енді әрине ешқандай жасыратын ештеңе жоқ. Міне президенттің арқасы, бүгін жоғарғы соттың төрағасының арқасында, бүгін енді мемлекет орындары не істеп жатыр, қосылып жатыр. Қоғамдық бірлестіктерді сонымен қолданып жүр. Сонымен бүгін елімізде осылай нәтижеге жеткізсек, бүкіл әлемде біздің Қазақстанда сияқты медиацияны дамытатын ел жоқ. Соны мен нақты айта аламын. Біз оның бәрінде анда біле қараймыз, мына жақта мониторинг өткіземіз. Бұрынғы медиация келгенде ол әрине шетелден келді. Оны шатастыруға болмайды. Осы би институты дейді, бұрынғы жоқ. Медиация деген ол шетелден келіп отыр. Шетелде соттасуға өте қымбат. Сонымен кәсіпкерлер, бизнесмендер, олар енді дауларын арбитраж орталықта медиация арқылы шешеді екен. Ал бізде енді осындай мүмкіндікпен қалай қолдана бастады? Халықтың қанында да бар шығар сол. Сонымен олар енді өздері келісіп, сотқа жеткізбей шешуші еді. Бүгін міне қандай мүмкіндік бар? Бүгін мінеке екі тарап келіссе, олар енді келісім шарттың орнына медиация келісіммен бәрін бекітеді екен. Неге? Онда не болады? Міндет болады, міндеттелінеді, сосын жауапкершілік болады. Сондай пайдасы бар соның.
бүгін енді медиациямен қолданған азамат әрине әлі көп емес, аздау, бірақ енді бәрі қолдана бастап жатыр. Мен ойлаймын, осылай проблема жоқ, шынын айтсақ. Оны тек дамыту керек, жалғастыру керек, сол жұмысты жүргізіп, сөндірту жұмыс жүргізіп. Енді бүгін мемлекет көмектесіп жатыр. Ол соны айтатын болсақ, бұлай сөндіртуге болады. Міне, бүгін мемлекеттің басшылары, президенттің өзі не дейді? Елімізде 100%-дай алсақ дауларды, соның 90%-ы медиация арқылы шешілу керек дейді. Жауап міне? Сонымен оны жалғастыру үшін не істеу керек? Әрі қарай дамыту үшін. Мен ойлаймын, осы бар адамдар оны түсіну керек. Енді медиация не екенін, сосын медиация арқылы қалай дауларды шешуге болады. Міне жаңа айтқанмын, келісім шартқа келеді. Келісім шартта осы стандартный, соған келсе, ертең сол бір тарап орындамаса міндетін соттан бірақ шығады. Ал келісім шарттың орнына медиация арқылы келсе, мінеки екі бизнесмен болсын, екі кәсіпкер, олар былай істейді. Мен мынаған аударам дейді ақшаны, мынау тауарды алып келем дейді. Уақытында ақшамды аудармасам, міне осындай ғимаратым бар, осындай счеттарым бар, соның бәрі мына тарапқа беріледі деп. Болды, сол бекітіледі. Екінші тарап не дейді? Міне мына тауарды алып келем, уақытында алып келмесем, мына осы ғимаратым мына жаққа кетеді деп. Болды. Сот енді ол қабылдағанда, ол тек қана көріп тұрады, сол медиативтік келісімде. Қандай міндет бұзылды, жауапкершілікте қандай ғимарат кімге кететін. Сол айтады ғой, залоговый дейді, солай болу керек деп ойлаймын. Енді бізде солай жүріп жатыр жұмыс. Тек бар елімізде, бүкіл елімізде сол істеп кетсе, сол дұрыс болар еді. Неге дейміз? Міне, заң бір, бірақ әрбір регионда өзінше түсінеді бәрі. Сол міне медиацияда ол бір түрлі болу керек. Қалай келісті, солай шешілді дегендей. Соның барлығы да осы медиативтік келісімде анықтап жазылу керек. Болды. Сот та керек емес, ешкім де керек емес. Сол тек қана орындалу керек. Неге? Үшінші тарап емес. Міне, екі тараптың өздері шешімге келген. Оны қалай бұзғысы келіп отыр? Енді жаңағын айтқам мен. Міне, 100%-дан, даудың 100%-нан 90%-ы нақты осы медиация арқылы шешілу керек деп. Осымен жауап беруге болады. Қандай дауларды шешуге болады? Кәсіпкерлердің даулары, отбасының даулары, мектеп даулары. Мектепте кім болады? Оқушылар болады, мұғалімдер болады, оқушылардың ата-бабалары болады. Барлығы солай шешіледі. Сонымен шешуге болады көп нәрсені. Сонымен осы медиатив, соны айтып отырмын ғой, медиация деген ол үлкен бір мүмкіндік деген. Сонымен мен мемлекетке осындай жағдай берген үшін, осындай мүмкіндік берген үшін өте ризамын, алғысымды білдіремін. Неге? Ешкімде де, ешқайда да осындай жоқ. Бүкіл әлемді қараңдаршы, осы мониторить етіп, қай жақта қалай шешілетін дауларды. Қазақстандағыдай ешқайда шешілмейді. Міне, сол біздің абыройымыз бар сондай. Сонымен сотқа бармай, өздері шеше алады сондай сұрақтарды. Қандай дау болса да.